Шамама қарамай бір өзім мына дәу кілемді әрең сүйреп шығардым ғой. Мен бұл кілемнің түріне қарап жеп-жеңіл ғой деп ойлағам ғой. Сөйтсем мынау деген не деген ауыр кілем, үйден сүйреп итеріп әрең шығардым. Бір пысықтығым ұстап сүйреп шыққан кілемді жуа қояйын десем, үйде нан жоқ екені есіме түсіп кетіп, айтпақшы тандырға нан ашытып қойдым. Ал енді нанымыздың қалай шыққанын видеоның соңында бірге көреміз. Арасында тандырға нан жауып жейтін келіндер бар ма? Наным ашығанша мына кілемді зуылдатып жуып жайып тастадық. Ал ендігі кезекте тандырымызға отынды толтырып салып, сосын жағып кетеміз. Тандырымызға от жаққаннан кейін тандыр ағарғанша үйге барып нанымызды зуалай жасап дайындап аламыз. Біз нан жасап боламын дегенше тандырымызды ағарып дайын тұр екен. Енді нандарды біртіндеп сулап жабыстырамыз. Міне осылай болады. Сосын піскенше бетін жауып қоямыз.